Достар, осы күнге дейін менің сабақтарымды қарап, каналыма тіркеліп, қолдау бергендеріңіз үшін рахмет. Енді бүгін қазақ тілі пәні бойынша 2 сынып 2 бөлімнен 85 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. 1 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына сенің атын Ержан деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарап бұрылып, енді Ержаныңды өз қолыңа алып бесігіне апарып жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Енді берілген тапсырмаларға назар аударайық. 1 тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Сұрақтар. 1 сұрақ. Нартай мен атасы қайда барды? 2 сұрақ. Сәбиді атасына не үшін әкелді? 3 сұрақ. Сәбидің атын кім деп қойды? 4 сұрақ. Қонақтар не айтты? 5 сұрақ. Мәтінде қандай салт-дәстүр орын алды деген сұрақтарды қойсаңдар болады. 2 тапсырма. Мәтіннен кім, не деген сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жаз. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздер: Нартай, атасы, көршісі, үй иесі, сәби, Ержан, қонақтар. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер: үйі, төр, ат, міндет, қолы, құлақ, бесік, өмір, жас, тілек. 2 жаттығу. Сөздерді оқы. Сөздерді кестеге орналастыр. Кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер: ата, салт-дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ, әже. Не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер: үйренді, салды, жасайды, шақырды. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер: қызық, үлкен, кішкентай. Қанша деген сұраққа жауап беретін сөздер: 47. 2 жаттығу бойынша шығатын қорытынды анықтама. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Бұларды біз сөз таптары деп атаймыз. 3 жаттығу. Жас баланы қалай атайтынын тауып жаз. Сәби, бөпе, бөбек, балапан. 4 жаттығу. Кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не деген сұраққа жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз. Бізде сөздер: ойыншық, нағашы, ата, түлкі, жоғары, келді, қарға, тәтті, дәрігер, ұста, ұшты, күріш деген сөздер берілген. Енді кім деген сұраққа бізде жауап береді: нағашы, кім ата, кім дәрігер, кім ұста. Яғни ұста деген бұл жерде бір жағынан зат есімде болады, екінші жағынан етістікте болып табылады. Яғни сөмкені ұста. Не істе? Сөмкені ұста. Келесі: не деген сұраққа жауап беретін сөздер: ойыншық, түлкі, қарға, күріш. 5 жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Атам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқында 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап берер едің? 7 қазынаны жаза кетейік, есте сақтап алыңдар. 1 ер жігіт, 2 сұлу әйел, 3 ілім білім, 4 жүйрік ат, 5 құмай тазы, 6 қыран бүркіт, 7 берен мылтық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға келуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.